Жазық айнада кескіннің пайда болуы. Жазық айнамыз бар, дене бар. Мына жақта біздің адамның көзі болады. Енді бізде кескін алу үшін кем дегенде екі сәулені қолдану керек. Бірінші сәулені түсіреді, келеді, түскен бұрышпен шағылы бұрыш бірде болса, қайтадан кері қарай шағылады. Екінші сәуле түседі, түскен бұрышпен шағылы бұрышы бірде болып, қайтадан кері қарай шағылады. Енді адамның көзі осы екі сәулені қабылдайды. Енді ол барлық информация миға кетеді. Ми не істейді? Ми мына жерде айна бар екен білмейді. Ол осы екі шалған сәулелерін ойша ары қарай жалғастыра береді. Енді осы екі сәуленің қиылысу нүктесінде кескін пайда болады. Сонда адам нені көреді? Осы кескінді көреді. Енді осы кескін қасиеттеріне тоқталайық. Жазық айна болғандықтан не болады? Кескін бірдей қашықтықта және бірдей биіктікте болады. То есть кескіннің габариттері өзгермейді. Бірақ бір нәрсе өзгереді, оң солға, сол оңға өзгереді. Енді кескіннің пайда болу табиғатына тоқталайық. Енді кескін мына жерде қарайтын болсаңыз, мына жерде айнаның артында еш нәрсе жоқ. Бірақ біз айнаның артында бір кескінді көріп тұрмыз. Сондықтан бұл кескін шалған сәулелердің жалғастырумен пайда болды. Және бұл жалғастыруларды кім не сызады? Адамның миы сызғандықтан бұл кескін адамның миында пайда болады. Сондықтан бұл кескін бізде жалған болады.